Ассалаумағалейкум. Кеш жарық баршаңызға. Соңғы кезде бір кешкі серуенге де, таң серуенге де шыға алмай қалдым. Белгілі себептермен. Бүгін Құда қаласа міне шығып жүріп жатырмық. Одан қар да жауды. Бір ретте бізге қар жаумай жатыр деп жатқан едік. Аллаға шүкір. Қар жауып кішкене жердің беті ағарып, кішігірім болса да ағарып жатыр. Енді паркіміз бір қыстың кейбіне кішкенде болса да кіргенде болған. Енді осы жақын арада міне мейрамдар өтті. Баршаларыңызды сол тәуелсіздік мейрамымен өткен болса да құттықтаймын. Одан бұрын мынау 86-та желтоқсан оқиғасында өткендер бар. Енді ол өткендердің отан үшін, ел намысы үшін күрескен ағаларымыз, апаларымыз, ол кісілер өткендердің Алла рахымын алсын дейміз. Енді көпшілік айтады, бұл мейрамды тойламау керек. Ол күні жаңада желтоқсан оқиғасы болды деп. Неге? Ол желтоқсан тәуелсіздік мейрамы болып, бекітілгеннен бастап ол тойланып келе жатыр. Ол күні үлкен тәуелсіздік жарияланған күн. Ол күні тойламасқа болмайды. Тойлау керек, тек қана біз емес, ата-бабаларымыздың армандаған күні ол. Сол үшін оны тойлауып, сол күні өзіміздің қазақ екеніміздің, батыр халық екенімізді, рухымыздың оянатын күндердің бірі ол. Сол күні бір басқаша бір рух беретін сондай мейрам. Оны атап өтпеске болмайды. Енді желтоқсан құрбандарында ұмытуға болады демеймін. Оларды да еске алу керек. 16 желтоқсан тәуелсіздік күні болып жарияланып, сол күннен бастап тойланып келе жатыр. Енді желтоқсан құрбандары еске алу, мен ойымша енді 17-сі күні қырғын басталған, ұрып соғу, қуғын сүргін, өлтіру. Сол үшін меніңше 16 желтоқсанды тәуелсіздік мейрам ретінде қабылдап, мейрам ретінде тойлап, желтоқсан құрбандарын сол 17-сі күнін еске алсақ та болады деп ойлаймын. Ол дейміз, мынау мейрамдар өткізіп, енді жаңа жылға дайындықта басталып кетті. Құдай қаласа енді жаңа жылдық барлықтарыңызға жаңа жылдық көңіл-күй тілеймін. Аман болыңыздар. Ертеңгі күндеріңіз сәтті өтсін.